Ал мына аяқ киім 1000 комментарий жинайын деп тұру. Енді бауырымыз кішкене осылай киіп тастапты. Бұның жағдайы айтпай-ақ көрініп тұр негізі. Бұны не істеу керек дейді, маған айтады. Түзеп бер дейді. Бұны түзеу үшін білмеймін енді. Қандай Америкадан, Кореядан білікті мамандар шақырып бірігіп істеу керек болып тұр. Үлкен операция дегендей. Мынаны, короче, полный лучше табанын ауыстырып, басқа табан салу керек па дедім. Сонда түзеліп қалама деген. Сол кәдімгі күндегідей осы Богдан деген табан салайын деп атырмын да осығанша. Сомен осылай шықты ғой енді. Кішкене покраскасын жасадым. Қолдан келгенше аман алып қалуға тырыстық дейтін аяқ киім болып тұр ғой, общем айтқанда. Әне, кішкене жаңа тура сондай, екеуі де дәл сондай қисық болған ез. Кішкене болса да түзеп қойдым міне. Түзелді дегенім ғой, табанмен кішкене. Мынау былай қарай қисайтып отқан ғой. Мынау былай қарай, мынау былай қарай, екі сыртқа қарай басады екен да. Түзеліп қалды негізі, нормально болып қалды. Бұйырса тағы 3-4 жыл киеді ғой, аман болса. Ал есі көріп тұрған болса, қолдан келгеннің бәрін жасап аман алып қалуға тырыстық дейтін аяқ киім болып тұр ғой. Лайк басып, қолдап бір комментарий жазып кетіңіздер. 100 000 комментарий жинайтын аяқ киім болайын деп тұр. Бауырымыз қымбат алған жоқпын, 12 теңге алдым дейді. Базарға киіп атырмын, ішінің бәрі су болып кетті дейді. Соған астына резинг жапсырайық дейді. Оған резинг жапсыруға келмейді. Резинг жапсыру үшін шлифовать ету керек, бәрі асы тесіп қалмау. Оған табан ауыстырайық дедім де. Соған табанды алайын десем, мынаны ашылмайды екен. Мына жерде ашатын болсаң, құйылмалы табан жыртылып кетеді екен де. Соған былай осындай табан алып келдім негізі. Андай борты дәу табанды. Осы табанды салайын десем келмейді екен. Сөйтсем мынаның бәрін кішкене шлифовать еттім да, астын емес, жанын. Ақтаудың тілімен айтқанда қапталдың бәрін шлифовать етіп, кішкене узкий қылдым да, сонда табанның ішіне тығып жібердім ғой. Екінші мынандай болып шықты ғой міне. Бірінші мынау, екінші мынау ғой енді. Көрдіңіздер ме? Жандары кішкене көрініп тұр ғой міне. Көрдіңіздер ме? Былай қатты білмейді, соның бәрін шлифовать етіп алдым да. Табанды алған жоқпын, асты солаймен қалды да. Соның ішіне тығып жібердім. Осындай кәдімгідей биік болды мынау іші енді. Общем айтқанда табанның сыртынан табан кигізіп жібердім ғой, екі табан болды ғой мына жерде. Базарға келетін жігіт ғой. Енді аяғы тонбайды. Гарантия ғой енді, гарантия. Аяғы енді. Су деген мынаның өзі қайық қой, кеме ғой мынау. Маған су келем дегенше не айтасыздар? Ал бір лайк басып, бір өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген жандар. Мынаны көрсетсем шынымен сенбейді шығарсыздар енді. Бірақ енді шынымен қараңыздар. Мына жақтан желініп кеткен көрінеді, мына жерге қалған. Ана жағында жартысы бар. Мынау жетті саған осылай. Жоқ мына жер очень почти. А мынау вообще желініп түсіп қалды дейді ғой, жоқ вообще, өкше жоқ. Осыған маған жасап бер дейді. Мына бастарын көрдіңіздер ме? Қатты жеп тастаған. Үлкен кісі енді, үлкен ата. Тесіліп қалған. Осыны қимай жатырмын дейді. Тастау мынау іші ыңғайлы дейді. Мына аяқтарым қисық дейді да. Сол көрініп тұр ма, мына жерде шығып кеткен қисық. Басқа аяқ киім кисем дейді, аяқтарым қысып, қажап жібереді дейді. Ал осыны кисем ыңғайлы дейді. Өйткені аяғы уже мынаған уже икемдесіп қалған ғой, үшін тастамай киген көрдіңіз. Мына жерлер былай қисай, былай осыған осындай болып кеткен. Мен айтқам ғой, басқасын алып алыңыз, мына көп ақша шығармай қояқ десем тыңдамай, осыны жасап бер деп тұр. Қараңыздар қалай шығатынын. Алдына резингісін жабыстырдым. Өкшесіне мынандай солдатский резинг жабыстырдым. И мынандай болып шықты. Екінші. Өкшесі. Алдына резингісі. Бітті аға. Ата бітті. Жасақ қойдым. Тастауға қимайым дейсіз ғой, я? Я тастауға қимайым. Немерем беріп? Сыйлық дейсіз ғой? Болды аға. Маған қаласам болайын. Кәліс сияқты тиіп жүре бересен. Кәліс сияқты аны келінім бар еді. Ата қойыңызшы, тастаңызшы дейді. Бұл қаяқтан тастайды адам. Қанша жыл кидіңіз? 10 жылдай болып қалды. 10 жыл болды ма? Мен көшіне білмеймін. Сау болыңыз. Осы аяқ киімнің кішкене болса да биіктеу, сол биіктігі ұнамай тұр дейді. Аяқта ауыртып жатыр дейді. Соған мынау сплошной негізі мынаған қосылған. Қазір осы жерді алып тастайтын боламыз.
Қараңыздар. Мынандай жаймен ашып аламыз да, бірінші. Сосын мына асты жағын пышақпен кесіп шығамыз. Міне. Мына жағын кесіп алып тастадым. Енді мынаны қазір орнына келтіріп жабыстырамыз. Сол кезде мынандай шығады. Өзінің сияқты қатты білінбейді. И жай табан болып болды. Мына аяқ киім негізі қоп-қоңыр болған. Осы аяқ киімді қараға бояп бересің бе дейді. Сосын өкше шеніп кеткен, мына өкшесін бәрін кесіп алып тастап, мына бойкасын жасап түзеп қойдым. Міне. Лайк бас дейді. Комментарий жаз дейді. Осы аяқ киімді қараға бояп қойдым. Міне осындай болып шықты. Қараңыздар. Қайсысы дұрыс болды? Қара дұрыс қой негізді. Осындай болып шықты. Осы видеоға лайк бас комментарий жаза кетіңіздер. Осы видеоны өз историяларыңызға ала кетіңіздер. Қоңырды кие алмай жүрген адамдар болса, осындай қараға бояп береміз. Қолдан келсе бәрін жасаймыз. Парақшаға жазылып қойыңыздар. Тастауға қимаймын дейді, жақсы бағаға алғам дейді. Стиральный машинеге салып жіберген, осындай жағдай болған. Оны келтіруге бола ма дейді. Еще мынау кішкене жиналып қалған ғой, мынаған келмейді дұрысты. Мынаның бәрін келтіріп, не ол енді мынау оң, мынау дұрыс па, білмеймін, әйтеуір қайсысы екенін қазір келтіреміз. Қалай шығатынын қараңыздар. Сонымен мынаны әйтіп бүйтіп орнына келтіргендей болдым ғой енді. Сөйтіп клейге отырғызып тігіс көрініп тұрған шығар. Айналдырып тігіп қойдым, орнына келді. Қатты білінбейді енді. Енді ашылмай тігілді. Енді стиральный машинеге салып жуа беруге болады. Өйткені тігіс жібермейді. Клейменен тігіс жібермейді, ұстап тұр. Ішіндегі ұлтырағы да үгітіліп кетті, енді басқа ұлтырақ салады. Жуатын кезде ұлтырақты алып тастайды да, осылай салып жуа салады. Қайтадан ұлтырағын салып қояды, сөйтіп киіп жүре беруге болады. Парақшама жазылып қойыңыздар. Осы видео сіздерге кішкене болса да пайдасын тигізіп жатса, комментарийға өз ойларыңызды жазып, хотя бы лүпіл батырмасын баса кетуіңізге болады. Бір апамызға осындайдан 1, 2, 3 слой астына қатты резинка осындай жасап берген болатын, бір аяғым қысқа дегенге. Енді аяғым кішкене дұрысталып қалды дейді, енді мына жерде бір слойды алып тастады дейді. Үшеу ғой, соң қазір екеу қылып жасаймыз. Міне мынаны екеу қылып қойдым, мына ортасынан алып тастадым. Кішкене аласа жасап қойдым. Жас кезімізде кигенбіз дейді. Мынаның биіктігін көрсетейін. Қандай биіктікпен жүрген. 12 сантиметр. 12 сантиметрді осыны кесіп, мынандай жасап қойдым. Мынау кескенім 8-ден өтеді. Мынанкі 12. Ортасына мынандай кесіп алып тастадым. Как заводской, бірақ білінбейді. Бұлай қарасаңыз, пони болып тұр жанында. Астынан қарасаңыз, өзінің резинкасын салдым. Бұлай қарасаңыздар, міне қараңыздар. Мына жердің қалыңдығына қараңыздар. Мына жердің қалыңдығына қараңыздар. Қандай алып тастадым көрдіңіздер. Міне бұлай қарасаңыздар. Мына жердің қалай болыпты, осындай кесіп алып тастадым. Заводской, білінбейді. Өзінікі сияқты болып шықты, әдемі болып шықты. Қолдан келсе бәрін жасап береміз. Сіздерден бір лайк пен комментарий болса болды. Осы видеоны өз парақшаңызға ала кетіңіздер. Күнде бір аяқ киім кеспесек болмайды. Мына аяқ киімнің биіктігін көрсетейін. Үлкен тәтеміз екен. Почти 9,5-10-ға келіп тұр ғой. Биіктігі 10-ға келіп тұр. Сосын осы сызықпен осы сызықтан алып тастайын деп жатырмыз. Негізі даже бұл сызық емес, бұдан да қатты кетіп қалды ғой. Мынау алып тастағаным мына жердегі жоқ. Дайын түрі. Биіктігін көрсетейін. Мына жерде 3 сантиметр кесіп алып тастадым ғой. Анан почти 10 демедім ғой. Мынадан былай қарасаң 7 болып тұр. Білінбейді, как заводской болып қалды. Біліңізден. Осындай жұмыстар болып жатса алып келіңіздер. Кесіп, аяқтарыңызға ыңғайлау жасап береміз. Мына жерден кәдімгідей 1,5 килограмм салмақ азайып қалды ғой. Жеңіл болып қалды.
Парақшама жазылып қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бір бауырымыз айтады, мына светі қоңыр ұнамайды дейді. Осында қап-қара жалтыратып берсең дейді. Мына жерлерін өзі бір кремдеп көрген ба, бірнекесе көрген, енді қарайып тұр ғой. Өзі қараған енді. Келмейтін сияқты болған соң тимеген сияқты ғой. Осында қазір қап-қара краска еден боламыз. Қараңыздар, қалай шығатын қызық болып жатса. Міне мынау. Осындай свет енді. Мынау қарасын көрсетейін после. Қараңыздар. Қалай шықты? Сағын лақтырдық. Қап-қара болып шықты. Өзім ойламадым бұлай шығады деп. Кәдімгі новый болып қалды ғой. Қарасы әдемі шықты ма деймін. Комментарийға жаза кетіңіздерші, қайсысы дұрыс болды или қоңырымен дұрыс па? Біреулерге негізі қоңыр ұнайды. Қоңыр киім киінеді, біреулерге қара ұнайды. Парақшама жазылып қойыңыздар. Қызықтың бәрі осында. Тәтеміз Италиядан алыпты. Маден Италия дейді. Бұны айтады, асты мынау биік дейді. Соған біреуінен кесуге бола ма дейді. Мен мынау шашылып кетеді ау десем тыңдамай қалдырып кетті, енді жасап бер енді бір амалдап деді. Мына жерде екеуі бар, сол екеуінің хотя біреуін алып тастайық дедім. Біреуін алып тастағам, екінші. Міне. Мынада біреу, мынада екеу. Міне. Мынада өзі мистерящий осындай жасап, осындай шығарым. Қараңыздар. Мен мынаның тұсын біреуін кесіп алдым ғой. Ой, әрең алдым, негізі бар, оңай емес екен. Италиялықтардың құлағына алтын сырға кішкене ала-сала қылып жасай беріңіздер. Біздің Қазақстаннан көп адам барып алып жатқан сияқты ғой. Өйткені Италияға аяқ киімнің көбісін кесіп тастадым да қазірше. Соң қазір мынаны кесіп біреу қылып жасайтын боламыз қазір. Міне, астындағы набойшыны алып тастадым бірінші. Екінші слойын былай несін алып жатырмыз. Енді қазір мына пышақпен кесіп, мынандай шығарамыз ғой. Тәтеміз алып кепті, мына Инстаграмнан көрдім дейді. Шетінен кесіп атсын ғой бәрін дейді. Замок осы жерге дейін жабылады дейді. Ары қарай жабылмайды, аяғым кішкене балдырым. Кішкене қалыңдау дейді, жуандау дейді. Соған мына жерден бұлай кесіп тастасаң дейді. Соған осы жерден шорт етіп кесеміз да екеуінде. Сосын не болатынын көреміз. Енді тәтеміз Инстаграмға сал деді. Қызық көрейік деді, не айтады екен деді. Елдің өлген аяқ киімдерінде жасап атсың ғой, оңғасында мен аяқ киім деген дұрыс қой деді. Болды дедім, жасаймыз дедім. Сіздерге қызық па болса, қалай шығатыны онда қараңыздар соңына дейін. Міне осылай болып шықты. После дегені. Осы өзінің сызығынан сол жерден кесіп тастадық та. Бұлай қайтарып төгіп тастадық. Өзінікіндей болып қалды, өзінің модысы болды. Ал бір комментарий жаза кетіңіздер. Тәтеміз осы аяқ киімді алып кепті де, бұны бірақ осындай болып кеткен жағдай. Көп аяқ киімдердің нелер осындай болып кетеді оны деп. Осыны не істеуге болады деп алып кепті. Осыларды енді қазір бұлай алып тастаймыз, бәрін алып тазалаймыз да. Сосын мынаны жақсылап шлифовать етіп тазалаймыз да. Сосын тазалап қоңырмен покраска жасауға болады. И ол былай шығады. Соны мынандай қоңырға краскілеп, кішкене өзінің светіне келтіріп қойдым. Нестерящий жасап қойдым, таймайтын қыстық. Жақсы болды, әдемі шықты. Осындай болып жатыр. Осындай жағдайлар болып жатса алып қойыңыздар, жасап береміз айда. Қолдан келсе бәрін жасап жатырмыз. Бір лайк басып кетіңіздер. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, қызықтың бәрі осында. Маған бүгін осындай заказ келді. Замшевый аяқ киім. Кішкене түрлерін кішкене краскілеп жіберуім керек. Сосын мынау өкшесі. Өкшесінің шаруасы біткен, не істеуге болады дейді. Соған өкше салайық па, или мына табан өзінің табаны бар, жұқа да. Соған табан салып тастайық па дейді.
Сосын мен айттым, давай өкшені алып тастайық. Сосын мен мынандай табан бар, борты дәу, таза қыстың аяқ киім болып қалады. Сол кезде мына табанды алмай-ақ, өзінің табанын алмай-ақ, соң ішінен былай киіп жіберуге де келеді екен да. Сол кезде міне осындай болып киіліп шығады екен. Міне екінші біткенін көрсетіп жіберейін. Анаған қарағанда цветі міне көрдіңіздер ме, кішкене қара болып тұр, кішкене краска шашып қойдым, и мынандай табанын ауыстырып қойдым. Енді кішкене өзінікі сияқты өкшесі бар болып шықты. Таза зимний аяқ киім болды. Алдыңғысы вообще жұқа болды ғой. Аяғынан сыз өтетіндей болды. Мынадан енді сыз өтпейді. Екі табан болып кетті ғой. Табанның ішінен табан киіліп кетті. Осындай жасап қойдым. Осы жұмысым кішкене болса да сіздерге ұнап жатса, лайк басып, қолдап, осы парақшама жазылып қойыңыздар. Осы видеоны өз историяларыңызға ала кетіңіздер. Басқаларда көрсін, парақшама жазылсын. Базарда, Жетісу базарда жүр, міне. Өте оригинал аяқ киімдер. 500 теңге дейді бағасы. Осындай аяқ киімдерді алып, жасап, идеальный қылып, осы ютубта подписчиктерге тегін берсек болады негізі. Осы парақшама жазылып қойыңыздар. Бауырымыз мына аяқ киімді көп киіп, көп жүріп жіберіпті. Көрініп тұр ма? Енді көп деген сөздің өзі аз болып қала ма деймін негізі. Көптен де артық жүріп жүріпті негізі. Бір жағы жоқ қоғар мына жағына қарасаң, мына жағына жоқ қой. Қалай жүрген, бұлтып қалады шара жүрген кезде битіп қалып жүре берген ғой. Енді болады енді осындайша. Бұдан да жамандары келіп жатыр негізі. Мынаған дейін. Кожаға дейін тигендер келіп жатыр. Мына жер жоқ болып кетті, кожаға тиіп, аяғы жерге тиген кезінде сөйткен кісілер де келіп жатыр енді. Оларды да жасап жіберіп жатырмыз. Ол кісілердің бірінші аяқ киімнен бұрын бірінші аяғының желінген жерін жамап, кейін аяғын жамап жатырмыз негізі. Міне, екіншісіне жасап қойғанда. Мынаның өзіне бір екі слой жасап, мынау қайта кішкене желінгіремеген. Мынаған кішкене екі слой жасадым. Сонымен түзеп алдым. Қаттен завод болды деп айтамайын, бірақ енді қолдан келгенше. Міне екі слой жасам білінбейді деп ойлаймын, осылай болып шықты. Мынаны енді қазір солай жасаймыз ғой. Ал бір комментарияңыз жазып, бір қолдау білдіріп кетіңіздер, енді каналға тіркеліп қойыңыздар. Аяқ киім ойнатып жатырмын грейдердің. Сол келесі видеомда сол тұр. Соған бір қолдап жіберіңіздер, сол бір қарап жіберіңіздер. Бауырымыз осы аяқ киімді алып келіпті. Грейдер. Далаға, бауға, тауға, қораға бәріне басып жатырмыз, өлмейтін аяқ киім екен дейді. Осыны енді жасап берді, алып келіпті енді. Осындай жағдайға жетті қапты. Енді қазір ішінен кожа салып тігіп тастайтын боламыз. Міне мына жерге ішінен кожа, мына жерге жаңа тесіліп қалған жерге кожа салып қойдым қазір. Енді қазір орнына жақсылап келтіріп тігетін боламыз. Осы төбе шықты. Міне кішкене тігістері көрініп тұр ма? Кішкене басқашалау тігісі. Бұлай енді қатын негіз білінбейді. Бұлай енді тазаламаймыз енді бұны. Осылай жасап қалдырамыз. Комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Тастауға қимайтын аяқ киімнің бірі ғой. Мынандай болып жатыр, мынандай. Бірақ аяққа өте ыңғайлы дейді. Бағасы негіз қатты қымбат емес, бірақ тастауға қимаймын дейді. Осыны бірін кесіп жасап бер дейді. Көрейік дедім, қолдан келген жасап берейін дедім. Қазір мынаның бәрі міне тігіп алдым. Мына жеріндегі сынған жер қазір клейге отырғыздым. Ең үстіне мынандай резинка жабыстырамыз қазір. Қараңыздар. Міне осындай болып шықты. Мына өкше жағына екі слой салдым, кішкене өкше есебінде кішкене болса да биік болсын деп. Былай алды бір слой. Екеуінде тігіп қойдым. Ішінен былай кішкене тігістер көрінеді енді. Былай ішіне ұлтарағы бар, соны салып жібереді, әшейін білінбейді. Міне әп-әдемі болып шықты. Жаңа өлген аяқ киім. Енді білінбейді, тап-таза киюге болады. Осы жұмысым кішкене болса сіздерге пайдасын тигізіп жатса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. 100 000 комментария жинайтын аяқ киім болайын деп тұр. Бауырымыз қымбат алған жоқпын, 12 000 теңге алдым дейді. Базарға киіп жатырмын, ішінің бәрі су болып кетті дейді. Соған астына резинг жабыстырайық дейді. Оған резинг жабыстыруға келмейді. Резинг жабыстыру үшін шлифовать ету керек, бәрі асы тесіп қалмау. Оған табан ауыстырайық дедім де.
Соға табанды алайын десем, мынаны ашылмайды екен. Мына жерде ашатын болсаң, құйылмалы табан жыртылып кетеді екен да. Соған былай осындай табан алып келдім негізі. Андай борты дәу табанды. Осы табанды салайын десем, келмейді екен. Сөйтсем, мынаның бәрін кішкене шлиповать еттім да, астын емес, жанын. Ақтаудың тілімен айтқанда қапталдың бәрін шлиповать етіп, кішкене узкий қылдым да, мына табанның ішіне тығып жібердім ғой. Екінші мынандай болып шықты ғой міне. Бірінші мынау, екінші мынау ғой енді. Көрдіңіздер ме? Жандары кішкене көрініп тұрған міне. Көрдіңіздер ме? Бұлай қатты білмейді, соның бәрін шлиповать етіп алдым да. Табанды алған жоқпын, асты солаймен қалды да. Соның ішіне тығып жібердім. И осындай кәдімгідей биік болды мынау іші енді. В общем айтқанда табанның сыртынан табан кигізіп жібердім ғой, екі табан болды ғой мына жерде. Базарға келетін жігіт қой. Енді аяғы тонбайды. Гарантия ғой енді, гарантия. Аяғы енді. Су деген мынаның өзі қайық қой, кеме ғой мынау. Маған су келем дегенше не айтасыздар? Ал бір лайк басып, бір өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген жандар. Базарда, Жетісу базарда жүр міне. Өте мынау оригинал аяқ киімдер. 500 теңге дейді бағасы. Осындай аяқ киімдерді алып, жасап, идеальный қылып, осы ютубта подписчиктерге тегін берсек болады негізі. Осы парақшама жазылып қойыңыздар. Жетісу базарда жүрмін. Аяқ киім деген тауып отыр ғой міне. Қанша десеш? 500 теңгеден ғой аяқ киімдер. Тауып отыр. Барахолк базарда міне. Прада дейді. 500 ақ теңге. Победа. Вот такие не надо.